Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгін егіншілік пәні бойынша 9-шы дәрісті бастаймыз. Дәрістің тақырыбы арамшөптермен күрес шараларын жіктеу. Қарастырылатын сұрақтар: арамшөптермен күрестің ұйымдастыру шаралары, жою шаралары, танаптың ластануын анықтау, арамшөптердің зияндылығының шегі, танаптардың ластану картасын жасау және күрестің алдын алу шаралары қарастырылады. Қазіргі егіншілікте арамшөптермен күресудің көптеген шаралары бар. Олар бір-бірімен тиімділігімен, пайдалану мерзімімен, шығынның мөлшерімен және тағы басқа мөлшерлері арқылы ерекшеленеді. Олардың барлығының 4 топқа бөлуге болады. Бірінші, танаптардың ластануын анықтайтын, танаптардың ластануын бағалау және экономикалық зияндығының шегін анықтайтын, танаптардың ластануының картасын жасау және 4-ші, арамшөптермен күресудің кешенді бағдарламасын дайындау. Алдын алу шаралары 5 шарасы бар. Бірінші, мәдени дақылдардың тұқымдарын тазалау. Екінші, жемді сабанды малға ұнтақтаған және бөрткен күйінде беру. Үшінші, жол бойындағы бос жерлердегі қора жайлардың маңындағы арамшөптерді гүлденгенге дейін шауып тастау. Төртінші, арамшөптердің сыртқы және ішкі карантинін сақтау. Бесінші, көңді арамшөптердің тұқымдары өнгіштігін жоғалтпайтындай етіп, дұрыс сақтау және пайдалану. Екінші сұрақ: жою шаралары. Бұған жою шараларының 5 шаралары бар. Бірінші, агротехникалық шаралар. Екінші, химиялық шара. Үшінші, биологиялық шара. Төртінші, арамшөптермен күресті электр қуатын пайдалану арқылы жою. Бесінші, физикалық шаралар. Бірінші, агротехникалық шараларға тоқтайық. Ода 6 бағытпен жүргіземіз. Бірінші, сүрі танаптарды өңдеу, күзгі топырақ өңдеу, топырақты көктемгі өңдеу, топырақты өсімдіктерді күтіп баптау кезінде өңдеу, ауыспалы егісте дақылдарды алмастыру және 6-шы, агротехникалық тәсілдерді қолдану арқылы екпе дақылдардың арамшөптерге қарсы бәсеңдігінің қабілетін арттыру. Екінші, химиялық шаралар: таңдап әсер ететін гербицидтерді егін сепкенге дейін пайдалану, мәдени өсімдіктердің егістеріне таңдап әсер ететін гербицидтерді пайдалану, ауыл шаруашылығы дақылдарының жинап алғаннан кейін жаппай немесе таңдап әсер ететін гербицидтерді қолдану, сүрі танаптарды жаппай және таңдап әсер ететін гербицидтерді пайдалану. Үшінші, биологиялық шаралар: фитопак жәндіктерді пайдалану, өсімдіктерге ауру тудыратын вирустар, бактериялар, саңырауқұлақтарды пайдалану. Төртінші, арамшөптермен күресте электр қуатын пайдалану. Бұған кіретіндер өте жоғары жиілікті электромагниттік өрісті пайдалану және жоғары қуатты электр тоғын қолдану арқылы шаралары жүргізеді. Бесінші, физикалық шараларға газ шілтері бар отты культиваторлар пайдалану, суаратын ашық жерлердің жанындағы арамшөптерді жағуға отты машиналарды қолдану. Арамшөптермен күресте ең жоғары тиімділікке шараларды кешенді және жүйелі түрде жүргізгенде ғана жетуге болады. Бұл одан әрі ауыспалы егістің бір немесе 2 айналымында тек алдын алу және агротехникалық күрес шараларын пайдаланумен шектеуге мүмкіндік береді. Үшінші сұрақ: танаптардың ластануын анықтау. Танаптардың ластануын анықтаудың бірнеше тәсілдері бар. Бірінші, шамалап және көзбен шолу арқылы анықтау. Екінші, санау арқылы анықтау. Үшінші, санау және салмағын өлшеу әдістері арқылы анықтау. Төртінші, қасықтан және жоғарыдан шамалап анықтау әдісі қолданылады. Онда ұшақпен және тікұшақпен видео жазу және телерепортаж жүргізіледі де дайындалған жадығаттар өңделеді. Егістіктің ластануын шамалап және көзбен шолу арқылы анықтау әдісі үлкен алқаптарды тез тексеруге мүмкіндік береді. Бірақ бұл әдістің дәлдігі төмен болады. Сондықтан тек өндірістік жағдайда танаптарды гербицидпен өңдеу алдында пайдаланылады. Егістіктердің ластану деңгейін Мальцевтің шкаласы бойынша анықтаймыз. Бұнда бірінші кестеде ластанудың деңгейі сипаттамасы берілген және ластану деңгейі бал түрімен көрсетілген. Танаптардың ластануын сынау әдісімен анықтау үшін оның ұзын қиғашы бойынша жүріп отырып, бірдей қашықтықтан соң аумағы 0,25 шаршы метр, яғни 50-50 сантиметр рамаларды салып есептеу жүргіземіз. Ауданы 100 гектардан артық танаптарда 20 есептеу жүргізіледі. Ол үшін рамканың ішіндегі арамшөптердің әр түрін бөлек санап
есептеп қағазға жазамыз. Ол бірінші үлгі. Анықтаушыға белгісіз арамшөптерді басқа түрлер атты жолға көрсетеміз. Анықтауды аяқтағаннан кейін бірінші үлгідегі көрсеткіштерді шаруашылық бойынша дақылдардың арамшөптермен ластану ведомосына ауыстырамыз. Ол екінші үлгі. Екінші үлгідегі мәліметтер негізінде танаптарды ластану деңгейіне қарай топтарға бөлу әр шаршы метрдегі арамшөптердің санына қарай жүргізіледі. Танаптардың әр шаршы метрде бір және одан көп жылдық арамшөптер болғанда гербицидпен өңдеу ұсынылады. Бір жылдық арамшөптер 6 және одан көп болғандар гербицид пайдаланған тиімді. Егістерде карантинді арамшөп болмағанда олардың санын қарамай өңдеу жүргізіледі. Танаптардың ластануын санау және салмағын өлшеу әдісі арқылы анықтағанда арамшөптерді тек санап қоймайды, олардың және мәдени дақылдардың дымқыл және құрғақ массасын өлшейді. Бұл әдіс агротехникалық зерттеуде танаптардың ластану деңгейін ғана анықтап қоймай, арамшөптердің зияндығын ғана анықтау керек болғанда қолданылады. Олардың зияндылығын анықтаудың негізінде егістіктің әр шаршы метр жеріндегі өсімдіктердің жалпы биомассасында арамшөптердің үлесі қанша болса, алынатын өнім сонша мөлшерде төмендейді деген қағидамен алынған. Топырақтың арамшөптердің тұқымдарымен ластануын анықтау көп еңбек етуді талап етеді. Арнайы құралдарды және көп уақытқа керек етеді. Алайда танаптардың жыртылатын қабатындағы арамшөптердің тұқымдарының мөлшерін білу, олардың өміршеңдігін сақтау ерекшеліктерін ескере отырып, танаптың ластануын бірнеше жылға алдын ала болжауға мүмкіндік береді. Анықтаудың арнайы тәсілдері әдебиетте берілген танаптарда жыртылатын қабатының арамшөптердің тұқымдарымен ластануын бағалауды төмендегі шкала бойынша жүргізу ұсынылады. 1 балдық шкала гектарына 10 миллион данадан аз, 2 балдық шкалада орташа ол 10 және 50, 3 балды шкалада күшті гектарына 500 миллион данадан көп. Арамшөптердің зияндылығының шегі. Зияндылықтың түрлерін ең терең талдағандар Воробьев пен Туликов болды. Олардың арасынан арамшөптің меншікті зияндылығын, экономикалық шегін, гербактикалық кезең туралы бөліп айтқан дұрыс. Меншікті зияндылық деп нақты арамшөп түрінің бір өсімдіктің 1 шаршы метр егістіктегі килограмм немесе центнер гектар арқылы көрсетілген өнімді төмендету мөлшерін айтады. Деректері бойынша қызыл қалуеннің бір өсімдіктің меншікті зияндылығы 35 килограмм гектарына, далалық қалуендікі 23, қара сұлыныкі 10 килограмм гектарына жетеді. 1 шаршы метрде 2 көпжылдық және 15-20 дана 1 жылдық арамшөп болғанда гербицид қолдану экономикалық жағынан тиімді болады. Зияндылықтың экономикалық шегі дегеніміз арамшөптерді толық жойғанда алынған қосымша өнім құнының жою жұмыстарына және алынған қосымша өнімді жинауға кеткен шығынды өтейтін шегі. Гербактикалық кезең дегеніміз мәдени дақылдардың арамшөптердің бәсекелестігіне ең сезімтал өсу кезеңі. Жаздық дақылдардың көпшілігінде сезімталдық өсудің алғашқы 2-3 аптасында байқалады. Екпегі дақылдардың өсіп дамуының 2 жартысында өніп шыққан арамшөптердің көгі алғашқылардың өніміне елеулі әсер ете алмайды. Арамшөптерді жою шараларының ең жоғары тиімділікті оларды гербактикалық кезеңге пайдаланғанда қол жеткізуге болады. Одан кеш жүргізілген күрестің тиімділігі төмен, бірақ ол егін жинау жұмыстарын жеңілдетеді және арамшөп тұқымдарының топырақтағы қорының артуына тосқауыл бола алады. Келесі 5-ші сұрақ танаптардың ластануының картасын жасау. Картаны дайындау танаптардың ластануын көрнекті түрде көрсетеді. Арамшөптермен күрестің кешенді шараларын пайдалануға мүмкіндік береді. Оған шаруашылықтағы жерді пайдалану картасы негіз бола алады. Картада әр танаптың шекарасында оң жақ шетінде тақау бірінің ішінде бірі диаметрлері 2 және 4 см 2 шеңбер сызылады. Шеңберді бірінші суретте көрсеткеніміздей, кішкене шеңбердің ортасында әр шаршы метрдегі арамшөптердің саны, балмен берілген ластану деңгейі, ал сызықтың астында анықтау жүргізілген жыл көрсетіледі. Сыртқы және ішқы шеңберлердің арасы
танапта кездескен арамшөптердің түрлеріне байланысты бөліктерге, яғни секторларға бөлінген. Бөліктердің ауданы тиісті топтағы арамшөптердің санына сәйкес келеді. Әр сектор пайдаланылған шартты белгілерге сәйкес боялады және сызықшалармен белгіленеді. Одан кейін ең зиянды және жиі кездесетін арамшөптердің қысқартылған аты, түрлік және тектік атауларының бірінші әрпі және саны көрсетіледі. Осы тәсілмен бір картаға бірнеше жылдағы анықтаудың нәтижелерін белгілеу, танаптардың ластануының өзгеруін көруге мүмкіндік береді. Арамшөптердің аттары секторларға қысқартылып, тек бірінші әріптері арқылы көрсетіледі. Мысалы, көпжылдықтар және азжылдықтар беріледі. Көпжылдықтар далалық шырмауықты Д, Ш деп қысқартып жазуға болады. Танаптардың ластану картасы негізінде арамшөптермен күрестің кешенді жоспары жасалады. Оларда арамшөптердің тұқымдарының танаптарға түсуіне тосқауыл болатын экономикалық ең тиімді күрес шараларын пайдалану қарастырылады. Танаптардың әртүрлі биологиялық топтармен ластану деңгейіне қарай гербицидтер пайдаланатын жердің ауданы, керек гербицидтің мөлшері, оларды шашатын арнайы машиналардың саны анықталады. Агротехникалық күрес шараларының көлемі белгіленіп, технологиялық карталар жасалады. Атқарылатын жұмыстардың, қажетті жанар-жағармайлардың, жұмсалатын қаржының мөлшері және мүмкіндік болатын экономикалық тиімділік анықталады. Кешенді күрес шараларын тек жүйелі түрде жүргізу ғана танаптағы арамшөптердің санын зиян келтірмейтін деңгейге дейін төмендетуге мүмкіндік береді. Келесі 6-шы сұрақ: күрестің алдын алу шаралары. Алдын алу шараларының негізгі міндеті зиянды арамшөптер тұқымдарының танаптарға сырттан енуін болдырмау. Алдын алу шаралары жою шараларына қарағанда тиімдірек, себебі алдын алу жоюға қарағанда жеңілдеу. Оған тұқымдарды тазалау жатады. Арнайы машинелерде елуіштерді пайдаланып, арамшөптер мен мәдени дақылдар тұқымдарының бөлуінің барлық мүмкіндіктеріне негізінде жүргізіледі. Тұқымдар себу стандартының 1-3 класс талаптарына дейін жеткізеді. Мұнда 1-2 класс деңгейіне дейін көтеруге талаптанған дұрыс, себебі олардың әр килосында арамшөптердің саны аз болады. Егінді өз мерзімінде жинау. Егер егінді жинау жұмыстары мерзімінде кешіктірілмей жүргізсе, арамшөптер тұқымдарының негізгі бөлігі комбайн шанағына немесе сүрлемдік дақылдармен бірге көк балаусаға түсіріледі. Дәнді дақылдарды бөлектеу орғанда, тікелей жинағанға қарағанда арамшөптердің тұқымдары жерге көп шашылады. Астықты танаптардан қырманға тасығанда, олардың шығынын болдырмау үшін арнайы жамылғымен жабу керек. Дәрісті қорытындылай келе, арамшөптермен тиімді күрес үшін олардың ластану деңгейін анықтап, алдын алу және жою шараларын жүйелі түрде жүргізу қажет. Алдын алу әдістері тұқымды тазалау және карантинді қамтыса, жою шаралары агротехникалық, химиялық, биологиялық және физикалық қасиеттерді қолдануды талап етеді. Ластану картасы гербицидтерді тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Ғылыми негізделген кешенді әдістерді қолдану ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін сақтаудың маңызды шарты болып табылады. Келесі слайдта бақылау сұрақтары берілген, сұраққа жауап беруіңіз сұралады. Осымен дәріс аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.